мен айтатын сол кезде бұл креммен әлемді жаулаймыз деген мәлі. Бүткіл әлемді жаулаймыз. Бүткіл әлем бұл кремге не болады? Спрос бешеный болады. Алдында да бір цитатаны тыңдап жүргем. Если продукт, да, біз сатқан продукт қайтадан сұранысқа келмесе, ол лучше продукциямен жұмыс жасамайды. А бізде қалай? Өздері сұрап келеді. Шикарный результаты. Сол результаттардың арқасында Аллаға шүкір қазір осындай команда пайда болды, осындай кісілер келді. Енді мен бір нәрсе айтып кетейін. У меня орлиное воспитание, а не куриное воспитание. Білесіздер, орлиное воспитание, куриное. Иногда Азат Мырзаның өзі де қызады. Мен постоянно сен шыға беремін, как не ретіне, сен неғып шықпайсың. Мен өсірдім, болды. Есть лидеры, которые маркетинг читают, есть лидеры, которые продукцияны жақсы, менен жақсы айтады. Все, пускай они сами работают. Зачем мен ол кісілерге барып жағаласып жұмыс істеймін, правильно? Есть, они все личность. Азат ханымды қанша үйретті, Қарлығаш апа, мені түнгі сағат 4-те, 5-те қызықтырмайды. 3-ге дейін 4-ге маркетинг үйретеді. Звондай салады, болды. Алматыда сол 1 сағат бізден артық екен білмеймін ғой. Бізде бір болып тұрған, бұл кісі 2. Сонда алып телефон маркетинг үйретеді. Ерінбейді. Звондайды, все, 24 сағат суткасына жетіп, компанияда жетістікке жетпегендер, именно компанияға келіп жетістікке жетіп отыр, шетелге шығып отыр, еженедельный табыстары бар, үйіне әйтеуір бір доход кіріп отыр, бала шағасын үйлендіріп отыр, қызық, немере, қазір мысалы немерелер дүниеге келіп отыр, қандай бақытты сәттер. Еще солардың бәрі без кредита, без проблем болып отыр. Понимаете? Наличка бәрі төленіп отыр. А когда наличка бар төленеді, адам не? Рахаттанады. Любой суммаға қарамайды. Біз қазір менюді арабша оқымаймыз, правильно? Менюға конкретно самый қымбаттарды қараймыз. Дастарханда сөйтіп жайылып отыр. Но алынып атқан ресторан, мысалы, можно было сэкономить, да, кафешкада отыра салуға. Нет, да, именно осындай күндер. Өйткені біздің путеводитель не істеді? Көрсетіп кетті. Біз соның артынан не істеп келе жатырмыз? Еріп келе жатырмыз. Көп айтатын. Ұстазым ғой мен. Ұрсады. Көп енді екеуінің достықтары қалай еді дейді. Достық пен бизнесті араластырмаймыз. Достықпен бизнесті араластырмаймыз. Бизнесті біз бизнес партнеріміз. А после достармен отырған кезде біз әшейін кәдімгі доспыз. А оған дейін бұлар ұрсады, қатты да айтады. Не үшін? Потому что не істеу керек, бақытжан өсу керек. Но қазір вложение, жұмысқа, любой ситуацияда, Аллаға шүкір, мен ішінен осы кісіге дұға айтамын. Дұға айтамын, ғұмыры ұзақ болсын. Бір клиентім алып, жаңағы бүкіл үстінен етіп кеткен шыққан ғой псориаз. Басына дейін мына маңдайы, қолы бәрі ужас болып тұрған. Ужас болғанда мынандай елдердік сияқты дәу емес, соны мынандай кішкентай думалақ сондай болды. Бетінде де, қолында да, мен енді көрген жерлерім. Теміреткі сияқты ма? Иә, теміреткі сияқты думалақ болып кетті. Может, ол теміреткіші шығар. Оған бірақ псориаз депті. Жоқ, басына бәріне шықса псориаз. Сосын алды, оларына неден статустан көріп, бірге жұмыс жасаймыз. Сол алды дағын, сосын кейін 3 күннің ішінде қайтадан келді. Уже бітіріп тастадың ба десем, иә дейді. Содан не... Еркек. Еркек бір 32-33 жаста шығар, жас бала. Содан ана уже маңдайындағы енді қарадым да, ойбай, бітіріп тастадың ба, не істедің десем, маңдайында жоқ, ой, маңдайын тазарып қапты ғой дедім. Иә, біраз жерлерін тазалап қалды деп сөйтті. 3 күннің ішінде жаңағы бітіріп тастап келді. Одан кейін алып кетті. Содан 5 күннен кейін келді. 5 күннен кейін келді тағым, жаңағы тағы да не деп. Тәте тағы ертең біреуін ала келесіз ғой деп сөйтті, сосын жаздым. Әй балам, қалай жағып атсың сен, шоқылдатып жағып атсың ба дедім. Шоқылдатып жақпайды бұны, ақырындап сөйтіп жағады. Өткенде мен саған сөйтіп айтып едім ғой деп едім, айтты. Ой, тәте, менің бүкіл үстім ғой деді. Бүкіл үстім ғой. Мен сөйтіп сіз айтқандай ақырын жағып атырмын деді. Тілінің астына да салу керек. Ішіп атсың ба десем, ішуге жетпей жатыр деді. Қан тазалайды, ішу керек. Қазір ішіп атыр уже. Одан кейін сол 5 күннен кейін алды да, 5 күннен кейін алған кезде мен айттым, ана кешегі босаған нене,
жейтініңді бөлек сап қой деп, сосын кейін сөйтіп же енді мынаны деп сөйдедім. Соны жарайды деді. Суды қазір бір уақыт жеп жүр. Қазір одан кейін 10 күннен кейін келді. Одан кейін уже 4-еуін бітірді ғой. 4-еуін бітірді. Күшті результат да. Қазір уже өзі нетіп, мен еще 10 күннен кейін тағы келгенде сұрадым. Әй, сен енді жазылсаңшы өзіне кішкене арзанырақ болады ғой балам деп сөйтіп едім. Саламатсыз, Рыскүл тәте. Енді мына өнім туралы өзіңіздің алған результаттарыңыздан қысқаша айта кетсеңіз. Мен результаттарым өте көп. Менің мысалы осы новый кремнің жаңағы қызым мысалы қалқанша безі ауырып, далаға жүгіріп, елегізіп не қылатын. Осы новый кремді пайдаланып, қазір қызым жақсы, сондай спокойно, бәрі жақсы болып жатыр. Және де немерем, 5 жаста немерем бар еді, жиі ауыратын. Осы жиі ауырып, өфефен деген дәріні қайта-қайта беріп, қызым жаңағы не қылатын, мына новый кремді жаққала беріп, немерем бір ретте бір тал дәрі, бір ретте дәрі ішіп көрген жоқ. Міне Құдайға шүкір қазір шапқылап, шауып жүр. Өзімде результаттарым көп, мысалы бүйрегім ауырып, қиналып, осы новый кремді алып, жаңағы жағып, басында қатты ауырдым, қатты ауырсам да, қайта-қайта жаға бердім. Жаға беріп, циститім бар еді. Ол да бәрі мінекей новый кремнің арқасында қазір жақсы болып, Құдайға тоба аман есен жүрмін. Бұл новый кремге өте ризамын. Циститіңіз болды. Циститім де, мысалы, циститім де бар еді. 2 жыл бұрын қойып кеткен циститім, жаңағы японский нені ішіп, продукцияны ішіп, содан қозғалып, қол жетімсіз жаңағы алып ішкенге. Осы новый кремді алып жағып, жаңағы циститім де мінекей Құдайға тоба құтылдым. Мен ризамын. Көп рахмет. Я совсем недавно переболела. Заболела очень сильно, был у меня сильный кашель. Врачи поставили мне такой, не очень хороший диагноз, как аллергическая астма. Астма – это кашель, знаете, и ночью спать не могу, днем спать не могу, днем ходить не могу, кашель мучил. После того, как я приняла 2 банки салмала, это буквально 20 дней, 28 дней, у меня кашель стал очень редкий. После того, как я пропила еще 3-ю баночку, кашель у меня заметно ослаб. И в настоящее время я почти что кашляю, но очень-очень редко. Сейчас, спустя некоторое время, я сделала перерыв и опять взялась за курс. Вот, я думаю, что это у меня все-таки ослаб иммунитет, и салмал мне дал определенную, то есть он как бы выровнял мне файл в моем организме и дал вот эту силу, то, что у меня организм смог перебороть этот кашель, и мне пришлось отказаться. Қайырлы кеш, құрметті партнерлар. Мен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласынан боламын. Есімім Алтынай. Мен осы өзіміздің отандық крем, суперновый крем туралы өз отзывымды айтып өткім келеді. Мен өз отбасымда қолданамын. Үлкен қарияларымызға және немерелерімізге қолданамын. Немерелерімнің қызуы көтеріліп ауырса, осы кремді қолданамын. Өте керемет нәтиже береді, қызуын түсіреді. Және анамның белі аяғы ауырады, соған жаққан кезде бұл өте керемет нәтижесін беріп жатыр. Ерекше айтатыным, өзім соңғы кездері тістерім ауырып, қанап, жаңағы жара болып, яғни стоматит болатын. Соған мен жағып, 3 күннің ішінде нәтижесін көріп отырмын. Осыны шығарып жатырған мамандарға көптен көп алғыс, рахмет. Және бұл кремнің бір ерекшелігі, бұл жас айырмашылыққа қарамайды. Үлкен қарияларымыздан жас бүлдіршіндерімізге дейін пайдалануға арналып дайындалған жақпа май. Мен әрбір отбасына осындай крем керек деп ойлаймын, алып пайдалануыңызға кеңес беремін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сол ең бірінші айтқан әпкем болған, 3,5 жыл болды, аяғынан қиналып жүрген. Жылда жаңағы бір жерге Қырғызға барады, әйтеуір 2 неделя жатып, сол система аламай, әйтеуір 1 жылда 2 рет сөйтіп алады, сол аяғына бола. Тырнағын алып тастайды, аяғында грибок. Сол грибок 3,5 жылда осы грибок кетті кремнен.
мен анау бардым да сразу сосын көрсеттім да мына кремді арнадым сіздерге дедім, кішкенеден алып жағыңыздар дедім. Сонда әпкемнің тырнағын көргенде мен өзім шошып кеттім. Үлкен бас бармағы фиолетовый болып бүйтіп ісіп кеткен, тырнағы деген сап-сары сондай. Мынау енді тырнағыңыз алғаннан кейін шыққан ма десем, иә дейді, мен уже 3 рет алдым дейді. Жылда емделем, уже результат жоқ дейді да. Содан алып, енді ертесіне көріп жатырмын ғой, суретке түсіріп жіберді, ана фиолетовый деген ана ісік бәрі келіп бір жерден тесілген, ана жерден ақты дейді, бірдеңелер ақты дейді. Ол сол тырнағы қазір енді әпкелерім, сіңлілерім көріп жүр ғой, мә, тырнағы қандай күшті болып қалған деп сөйтеді да. Сосын ол кісінің бетінде витилигосы болған. Витилигосы мойнында, мынандай не жерлерінде болған, соған ол кісі жақты, соған көмектесті. Күшті көмектесті. Қазір қандай болды витилигосы? Қазір витилигосы аз-маз ғана көрінеді. Әлі пайдаланып жатыр, осыны екінші кремін жағып жатырмын қазір деді. Басында сол немерелеріне берді, ауырып жатқан. Менің көзімше немересінің мұрны деген іші қып-қызыл болып кеткен. Ана прямо не сияқты. Сосын алдында жағып жібердім, жақсы өзің деп сөйтіп. Бастайық па? Бастаңыз. Ассаламу алейкум, ұзнағашы инвесторлар. Мен осы қандай шипа береді мынау суперкрем айтып берейін. Бірінші гайморит. Ол аузымен дем алады. Мынау бәрі толады. Мына маңлайда да бар екен, мына қуыс. Бір досыма апардым, ол сенбеді. Көрсеттім қалай жасау керек. Кәдімгідей жүгердей алдындағы мұрнына салдым. Сіркенің үшіне еліп алып, ана ухачиска ірі екен ол, ары. Сіркеге мақты орамындағы үшіне іліндірдім. Арғарай өзім жасадым оған. Сонда айттым бұна. Деші дедім. Дегенде, ары қапады деді. Әу, молодец. Яғында да сөйттімдағы деп екеуін неге кіргізгенде, соны мына жерде массаж жасау керек. Міне, көздің астынан, сонан кейін маңлайда жиналады. Міне, маңлайды өзім массажизм ғой. Әбден қыздыртып, оны сіңдірдім. Сол мына, құлаққа да салу керек. Ол уха горло нос бәрі бір-бірін байланыс. Құлағында да салдым. Мына құлаққа салғаннан мынаны басар былай. Міне, насос қойылды. Ары кетеді. Мына насос, міне. Бассаңыз өзі май ары жылжиды. Сол мына құлақтың астынан без бар дейді. Оны докторша лимфоузел дейді. Міне, бәрі байланыс. Өшіртте жасау керек. Тамақтың астына шейін. Кәдімгідей әбден сіңдіру керек. Ол құр май жағып қойып отырмау керек. Сіңдіру керек. 10-15 минут міне. Қыздырды көр. Сонда ол терінің арқасында, не бар ғой бізде, теріде дем алады ғой. Бәрі сіңіп кетеді, креміңіз. Маңлайды да сөйту керек. Сіңдіріп барып жауы. Иә, мен өзім жасадым оны. Кетпедім, қондым. Сол ертегісін сол результатын білейін дедім ғой. Қалай болады? Бірдеңге толып тұр дейді. Жүр дедім, сіңді дедім. Тура, толып кетті ғой. Не деген түсті? Тура, ұс түсті. Мұрнымен дем алғанда, ой, рахат екен ғой, мұрнымен дем алған дейді ғой. Сол ең бірінші айтқан әпкем болған, 3,5 жыл болды, аяғынан қиналып жүрген. Жылда жаңағы бір жерге Қырғызға барады, әйтеуір 2 неделя жатып, сол система аламай, әйтеуір 1 жылда 2 рет сөйтіп алады, сол аяғына бола. Тырнағын алып тастайды, аяғында грибок. Сол грибок 3,5 жылда осы грибок кетті кремнен. Мен ана бардым да сразу сосын көрсеттім да, мына кремді арнадым сіздерге дедім, кішкенеден алып жағыңыздар дедім. Сонда әпкемнің тырнағын көргенде мен өзім шошып кеттім. Үлкен бас бармағы фиолетовый болып бүйтіп ісіп кеткен, тырнағы деген сап-сары сондай. Мынау енді тырнағыңыз алғаннан кейін шыққан ма десем, иә дейді, мен уже 3 рет алдым дейді. Жылда емделем, уже результат жоқ дейді да. Содан алып, енді ертесіне көріп жатырмын ғой, суретке түсіріп жіберді, ана фиолетовый деген ана ісік бәрі келіп бір жерден тесілген, ана жерден ақты дейді, бірдеңелер ақты дейді. Ол сол тырнағы қазір енді әпкелерім, сіңлілерім көріп жүр ғой, мә, тырнағы қандай күшті болып қалған деп сөйтеді да. Сосын ол кісінің бетінде витилигосы болған. Витилигосы мойнында, мынандай не жерлерінде болған, соған ол кісі жақты, соған көмектесті. Күшті көмектесті. Қазір қандай болды витилигосы? Қазір витилигосы аз-маз ғана көрінеді. Әлі пайдаланып жатыр, осыны екінші кремін жағып жатырмын қазір деді. Басында сол немерелеріне берді, ауырып жатқан. Менің көзімше немересінің мұрны деген іші қып-қызыл болып кеткен. Ана прямо не сияқты. Сосын алдында жағып жібердім, жақсы өзің деп сөйтіп. Қамет деген ғой, сыйлаған. Кеше рахмет, президент болып келеді. Біздің әкеміз сіз ғой. Рахмет. Балдар алып.
Жезденің жақындығы әкеде яқ. Берді Қайратқа қол. Қайраттың өзіне жіберген бе? Сендер несін деп жатыр? Төкпелі мынау заманда жылбұлдау тұрсын қамалда. Арқада туып ерке өскен қазақтың қара баласы Қайрат Сәбитай ұлы ең тойғандай жақын анаңның шаңырағында туып ең кәсіптің көзін тауып сен байлыққа жол салып ең кредитіңден түрдің кезінде сен алып ең мүмкіндігі шектеулі жандардың сен нары ең намысы өссін деп қазақтың көтерем деп футболды Аршавиндей досыңмен стадионды көтеріп мол қаражат салып ең халқым аман болсын деп қаражатын жеткен соң еліңнен вакцина шығардың мақтарал суға кеткенде 1 миллиард теңгені баспас халыққа өз қалтаңнан шығардың мынау қайда барады деп билік саған қарады өзің еккен гүліңді алдап сулап алады қызың саған жаным жақпады пиғылы бұзық құдағың болмады басқа амалы төкпелі мынау заманда қолға кісен салады сенен нан жеген арамдар тастап кетіп барады денсаулықты күт түсіргенме мойыма жаным мойыма шындықты айтып шырылдап көңілің сенің алаңды екі қолың байланып өзің тұрсың қамаулы жалғандық жасап жан-жағың жақсылығыңды жасырды құдасы деп қалмақтың көрген сөзбен қатырды жамандық келсе адамнан. Я вас сейчас перебью. Вчера у внучки были сильные боли в ушах. Я вставила турундулу с мазью. Через 15 минут боль прошла. Да? Настолько эффективный крем, что это намного проще и легче. Болело одно ушко, утром она уже болеть перестала. Перешло на второе, эту же процедуру сделала на второе ушко. Сегодня никаких проблем с ушами. Только это надо делать систематически. Ну, так как у нас больные ушки, поэтому надо систематически, хотя бы 1 раз, 2 раза в день обязательно. И результат превзошел все ожидания. Супер! Қазақты қой мінезді дейді, бірақ мен келіспеймін. Қазақ жылқы мінезді. Біз жылқының етін жейміз, және оның сүтін ішеміз, саумалын, қымызын. Мінекей көріп тұрсыздар, артында мынандай керемет бие тұр. Біз оның сүтін кез келген уақытта таба алмай қаламыз. Оған біздің сіздерге арналған альтернативті осындай супер саумалымыз бар. Бұл құрғақталған саумал өте керемет, өте пайдалы, ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіздер мына жақтан таза саумалды сауып ішсеңіздерді, немесе мынандай құрғатылған саумалды ішсеңіздерді кез келген уақытта өздеріңіздің табалдырыңызға алып келетіндей жағдай жасап бере аламыз. Осы супер саумалға тапсырыс беріңіздер. Өте пайдалы және көптеген ауруларға шипа. Супер Нова Крем могут использовать все члены семьи от мала до велика, практически при любых недомоганиях, в составе которого только природные компоненты. Супернова Крем лечит болезни суставов при самых первых симптомах и не допускает прогрессирования заболевания. Для женщин Супернова Крем может использоваться при воспалении наружных половых органов из-за его противовоспалительных, абсорбционных, болеутоляющих свойств. Укрепляет иммунную систему. Для мужчин в практике уролога Супернова Крем эффективен при воспалениях, эффективен при прямом массаже предстательной железы. Для детей уменьшает боль при ангине и тонсиллите, очищает от гнойно-воспалительного процесса. Супернова Крем – это универсальное средство, которое обязательно должно быть в вашей аптечке. Супернова Крем – вся семья здорова.